хит болып жатқан бриллиант бомбонеркесін жасап үйренеміз. Бізге шаблон керек болады. Бұндай бомбонеркенің шаблоны өте качественный. Қарап тұрғаныңыздай, жақынырақ көрсетейін. Әдемі, качественный, өте жақсы. Бұл менің тегін телеграм-каналымда болады. Алдымен YouTube каналыма подписаться етіп, менің телеграм-каналыма өтіп, осы шаблонды тегін алсаңыз болады. Бұл кішкене қиындау жинағаны, бірақ өте әдемі көрінеді. Беговка жасайтын жерлері өте көп, сызықтарымен өйстіп үшкір предметпен жазбайтын ручка, немесе мен осыны канцелярский нож қолдандым. Канцелярский нож қолданғанда өте аккуратный болыңыздар, қағаздарыңызды жыртып алмаңыздар. Бұл қағаз 200 граммдық бет, сіздер 200-230 граммдық бет аралығында алсаңыздар болады. Беговканың орнына спицы, пилка немесе жазбайтын ручка қолданса болады. Өйстіп барлығын жүргізіп шығамыз. Сызықтарымен аккуратно, әдемілеп, дәлдеп сызыңыздар, бүктегенде ыңғайлы болу үшін. Осылай бәрін бүктеп шығамыз. Мен кішкене видеоны жылдамдаттым, сіздеріңіз іштеріңіз пыспасын деп. Өйстіп барлығын бүктеп аламыз. Бұндай бомбонеркенің басқа да түрлері менің VIP каналымда бар. VIP каналымның бағасы өте қолжетімді, онда 1000-нан астам шаблон бар. Және де осындай бриллиант бомбонеркесінің бірнеше түрлі дизайнын саламын. Ал осы дизайн, қайталап кетейін, менің тегін телеграм каналымда бар. Сол жерден алсаңыздар болады. Өйстіп бір шетіне ғана двухсторонний скотч кетеді, басқа жеріне двухсторонний скотч жабыстырып керегі жоқ. Мен кішкене қысқалап алып қойыппын, осы жолы кішкене ұзындау, аяғына дейін алу керек негізі. Өйстіп аккуратно келдіріп, дәлдеп, өйстіп жабыстырамыз. Бұл шаблонды мен өзім жасадым. Өте качественный, фотошопта жасаймын барлық шаблондарды. Телефонмен де жасағанға болады, бірақ телефонмен жасағанда бұндай идеальный болып шықпайды. Өйстіп кішкене батырып жібереміз. Сосын жинаймыз. Түбін дұрыстап, осылай кәдімгі бомбонеркенің астын жинаған секілді, осылай жинаймыз. Бір шетіне двухсторонний скотч жабыстырмай қалды, және сондықтан оны кішкене кесіп алып, аяғына дейін жабыстыру керек негізі. Сол жабыспаған жерді осылай жабыстыра саламыз. Бұндай шаблондар кез келген праздникке келеді деп ойлаймын негізі. Надпись жазып юбилейге, свадьба, ұзатуға, даже можно. Балалардың праздниктеріне тоже дизайндар бар. Осындай бриллиант бомбонеркенің түрлері VIP каналда только. Осылай жинаймыз. Жинап болғаннан кейін астын жинадық, енді үстіне крышкасын осылай жаба саламыз. Өте ыңғайлы, жақсы жабылады, ашылып қалмайды. Бұның ішіне конфет саламыз әдеттегідей, немесе өздеріңіз қалаған кішкентай бір подарочек салсаңыздар да болады. Бетіне лента жабыстырса да болады, жабыстырмаса да болады. Лентасыз да өте әдемі көрінеді. Мен лента жабыстырып, соны көрсетейін сіздерге. Лентаны осылай примерно бір 40-45 сантиметрде қиып аламыз. Одан кейін бас жағын үшбұрыштап кесеміз әдемілеу болу үшін. Осылай екі бұрышын біріктіріп істесеңіздер, ол өте әдемі болып шығады. Үшбұрышталып, екі жағы да біркелкі болады. Өйстіп бантикті байлаймызды, үстінен горячий клеймен немесе двухсторонний скотчпен жабыстырса болады. Бұл бомбонеркенің әр шетіне әртүрлі надпись жазса болады. Мен жәнегі той болып жатқан балалардың, жас жұбайлардың инициалдарымен бір жағына қуанышымызға ортақ болғаныңыз үшін рахмет, екінші жағына үйіңізде той болсын деген надпись жаздым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай надпись жазсаңыздар да. Осындай әдемі, артық ештеңесі жоқ, әдемі бомбонерке жасадық. Назарларыңызға рахмет.